Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай жарылмай өте дәмді болып пісетін қазының түрін жасап көрсетемін. Алдымен қабырғаның жанындағы еттерден алып, турап дайындап аламыз. Осындай еттің шетіндегі шандырлар болса, оны міндетті түрде алып тастау керек, себебі ертең ол дұрыс желінбей қатты болып қалып қояды. Турап жатқан еттерімізді қатты ірі де қылмай, қатты майдаламай, орташа етіп, салатын ішегіміздің көлеміне қарай кесіп шығамыз. Кейбір жерлерде майы өте көп болады. Майларын ұзынша етіп турап алып тастап, етті жерлерімен араластырып салатын боламын. Ертең холодный закуска етіп тураған кезде де қазыларыңыздың бір шеті май, бір шеті ет болып, араласып қазыларыңыз әдемі болып шығады. Етіміз туралып дайын болды, енді арасына салатын маринатын дайындаймын. Осындай блендердің ішіне бір бас чеснокты салып, ұсақтап өткізіп алдым. Арнайы ыдысымызға салып, ішіне қара бұрыш, зира және тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Менің етім бір күн бұрын тұздалып қойған ет болғандықтан мен көп тұз қоспадым, тек бір қасық қана тұз қосып араластырдым. Әрине тұзды өздеріңіздің қалауларыңызға қарай саласыздар, кейбіреулері тұзды болғанын қалайды, кейбіреулері тұзды кем болғанын қалайды. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кез келген дәмдеуіштерді салып маринаттай бересіздер. Туралып дайын тұрған етіме жақсылап бір келкі етіп маринатын жағып шықтым. Осымен етіміз маринатталып дайын тұр, енді ішегін дайындап аламын. Ішектерімізді асықпай, ішін сыртына қаратып, екі жағын бірдей 4-5 қайтара жуып аламыз. Мендегі жуылып дайын тұрған ішек, осы ішектің басын жақсылап жіппен қысып, 2-3 қайтара байлап аламын да, еттерімді сала бастаймын. Жаңағы айтып өткендей, салып жатқан қазымыз бірыңғай ет немесе бірыңғай май болып кетпес үшін, осылай еті мен майын араластырып, жақсылап салып алдым. Ертең холодный закускаға тураған кезде де өте әдемі болып көрініп тұрады. Салып жатқан етімізді қатты нығыздап салмаймыз, қатты боста болып қалмауы керек. Қазымызды қатты нығыздайтын болсақ, ертең қайнау барысында ішектеріміз жарылып, қазымыз онша шықпай қалуы мүмкін. Қазының барлығын нығыздап салып алдым. Енді басына зубочисткамен немесе таяқшамен осылай өткізіп алып, одан соң жіппен қатты байлап шығатын боламын. Дәл осы жағдайда қазының басын ұстап тұратын көмекшіңіз болса жақсы. Байлайтын жібіміз алдын ала дайын тұру керек. Осылай жіппен 2-3 мәрте қайталап, қатты етіп, қазымыз шығып кетпес үшін байлап аламыз да, таяқшаны жұлып алып тастаймыз. Менде ішектен 2 қазы шықты, екіншісінде дәл осылай етіп салып шықтым. Міне біздің қазымыз дайын болып шықты. Енді қазымыздың сыртын осындай пленкамен жақсылап орап алып шығамыз. Себебі ертең қайнату барысында жарылып кетпес үшін алдын ала байлап дайындап аламыз. Оралып дайын болған қазының сыртынан тағы да жіппен орап шығамын. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің қазыларыңыз жарылмай өте әдемі болып, бір келкі болып пісетін болады. Әр ішектің сапасы әртүрлі болады, кейбір ішектер өте жұқа болып келеді. Сондықтан осылай қатты тығыздап орап алғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Міне біздің қазымыз осындай өте керемет болып дайын болды. Астындағы подписаться бөлімін басып, арнама тіркеліп кетіңіздер.
күн сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.